Баршаңызға сәлем. Өте дәмді тағам жаппасай жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда басқа да тағамдардың рецептілері бар. Лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Ең алдымен қамырымызды илеп аламыз. Тұз, жұмыртқа, су қосып, барлығын араластырып аламыз да, ұн салып, қатты қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып тындырып қоямыз. Мен етімді және көкөністерімді төртбұрышты қылып турап алдым. Қазанға сұйық майды құйып, етті салып, кішкене қызарғанша қуырып алдым. Пиязды салдым. Сәбізді саламыз. Қызанақ пен болгар бұрышын саламыз. Бір қасық томат пастасын саламыз. Картопты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сіздер өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Мен паприка салдым, тұзын салып, үстіне су құйып, қақпағын жауып, жартылай пісіріп аламыз. Қамырымызды жайып аламыз. Жайып алған қамырдың үстіне сұйық майды құйып, щетканың көмегімен жағып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Етіміздің үстіне қамырымызды бірінің үстіне бірін салып шығамыз. Қамырымыз бір-біріне жабыспайды, арасына май жаққаннан кейін, сондықтан қорықпай сала беріңіздер. Қақпағын жауып, 30 минут пісіріп аламыз. 30 минутымыз өтті. Осылай етіп қамырларын ыдысымызға әдемілеп салып түсіріп аламыз. Үстіне еті мен көкөністерін салып шығамыз. Жаппасай тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес берем. Менің каналыма тіркеліңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Салима.